Сәлем достар, арнама қош келдіңіздер. Жасым 20-ға толмай жатып, ерте қағынып үйленіп алдым. Кезінде осы әйелім үшін күндіз ұйқы, түнде күлкіден айырылып, онсыз өмір тұл тәрізді көрінген есіме алсам, күлкім келеді. Иә, ыстық суығымыз басылғанша бәрі қызық болды. Әйелімнің үйдегі жүріс-тұрысына мүлдем назар аудармайтынмын. Сөйтіп жүріп 2 баламыз дүниеге келді. Бала тапқан келіншегіме қарасам, әсіресе таңертең көзі басы ісіп, шашы айқайлап тұрады. Үстіндегі киімі олпы-солпы, әйел адам деген аты ғана сияқты. Ыдыс-аяқтың сыртынан кір ағып тұрады. Киіп жүрген олпы-солпы футболкасы, жуан құйрығы мен толық сандарына жабысып қалған ақ лосина санау. Тамағы да дәмсіз, әйелге тән қылығы азайған сияқты. Бірдеңе деп замечание айтсаң, «Ей, не болды?» деп шап ете түседі. Өзімнің шағын кәсібім бар. Жұмыс бабымен анда-санда шапқылап, неше түрлі үлкенді кішілі қыз келіншектер көп. Кейде соларды әйелімен салыстырып ойланамын. Шаштары ұзын, белдері бұралаңдаған қыздарды көргенде, ерте үйленгеніме өкініп қалатын кездерім болатын. Өмірім басқаша болар ма еді деп қиялға берілемін. Сөйтіп жүріп Айданамен таныстым. Табысым жақсы. Оны кафеден кафеге апарып, түрлі сыйлықтар беріп жүріп, әжептәуір жүрегін жаулап алдым. Үйдегі күнделікті күреңсіз тіршіліктен қашқым келген. Ананы алай істе десең шабынып шыға келетін әйелім мен арамыз алшақтай берді. Үйге балаларым мен анамды көруге ғана келемін. Әйеліме де енді сын айтпайтын болдым. Өзімде үйде болғаныммен көңілім түзде, ашынамын. Әйелімде күдік алған жоқ. Осылайша біраз ай өтті. Бір күні Айдана аяғы ауыр екенін айтты. Басында қарсы болып едім, кейін туса туып алсын деген шешімге келдім. Бәйек болып сұрағанын әперіп, жағдайын жасауға тырыстым. Осы әрекеттерім дұрыс па, некесіз баламның болғаны қалай деген ойлар да мазамды алды. Бірақ отбасылы бола тұра, тығылып қызбен жүріп, екінші отбасы құрып алған жалғыз мен емес шығармын деп өзіме басу айтамын. Бір күні бұл құпиям ашылды. Таңертең ұйықтап жатсам әйелім оятты. Телефонға хабарлама келіпті. Еркін, ұлды болдың, мен босандым. Бұл сүйіншіні әйелім оқып қойып, енді қызғаныштан жарылардай болып тұр. Бар уақытын балаларға арнағанын, үйдің бітпейтін тірлігінен шыға алмайтынын, өзіне қарауға уақыт таба алмайтынын, кәрі ата-енесіне қарап отырғанын айтып, әбден еңіреп зар иледі. Мен не айтарымды білмей, сес деп тұрдым да қалдым. Қысқасы, айтарын айтып, өкпе назын жеткізіп болған соң әйелім киімдерімді жинады да мені есіктен итеріп шығарып жіберді. Басым салбырап ашынамның үйіне келдім. Оның да күткені сол еді. Бәйек болып жағдайымды жасап жүгіріп жүр. Бұған дейін осы Айдананың жанында бір жола қалсам ғой шіркін деген арманымның бекер екенін ұғына бастадым. Себебі тым жас, тым сұлу Айдананы туған туыстарымның арасына ертіп апара алмайтынымды түсіндім. Отбасымен араласатын жолдас жоралар да көздері үйренген балдарымның анасын қарапайым әйелді іздеді. Енді той-томалаққа өлім жетімге де жалғыз барамын. Балаларымды бұрынғы әйелім көрсетпей қойды. Жұмысымда кері кете бастады. Балалы болған соң Айданам да бұрынғы әйелім сияқты жағдайға түсті. Баяғы сылаңдаған кербез қыз жоқ, шашы таралмай, беті боялмай, ұйпа-тұйпа күйде қарсы алатын болды. Сәл жұмыстан кешіксең, айқай-шу, телефонымды қалтамнан түгел ақтарып тексеріп, жалаңдап бәле іздейді де тұрады. Тағы кезекті бір ұрыс керісте екінші әйелім өзіммен құрдас жас еркегі бар екенін айтты. Бұған дейін біршама күдіктеніп едім, бірақ дәлелім болмағандықтан ештеңе айта алмадым. Сөйтіп өкініштен өзегім өртеніп, бірінші әйеліме, балаларыма аяқтарына жығылып бардым. Бірақ әйелім де балаларым да әбден суып кетті. Балаларым әлі кішкентай ғой, олар үйренсер, бірақ әйелімнің қабағындағы тоңды қалай жібітетімді білмеймін.